Мемлекеттік қызметкер мемлекеттің айнасы. Қай кезде де биліктің бейнесі іскерлік қабілетін көрсетеді. Мемлекеттік қызмет атқару қоғам мен мемлекет тарапынан ерекше сенімнің белгісі. Халқымызда айтылған мына бір өнегелі сөз бар: билігі мықты елдің тірлігі құтты болады деген. Әдеп кодексінің талаптарын сақтау бұл біздің қызметіміздегі ең бір абыройлы міндеттердің бірі болып табылады. Сол себепті әрбір осы өзін қызмет еткен мемлекеттік қызметшінің барлығы да өзінің талабына сай әдеп кодексін сақтайды және үнемі мемлекеттік қызметші екенін әрбір осы салада қызмет еткен жандардың барлығы да абыройлы атқарып келеді. Өздерінің жүріс-тұрысы мен еңбек тәртібін сақтау, әдеп кодексін талаптарын сақтау біздің ең басты міндетіміз деп таниды.